достар, мына актерді барлықтарыңыз танисыз деп ойлаймын. Бұл Ұлыбританияның танымал актері, комик. Тыңдап көріңдерші, осы жасанды интеллект туралы айтқаны өте қызық. Себебі жасанды интеллект өте қызық дүние. Шынымен, мен соңғы кезде ға өзіме сұрақтар қоюын сұрап жүрмін. Әрине, ол менің кім екенімді білмейді. Бірақ ол интернетті шарлап, мен туралы қолынан келгеннің бәрін бір сәтте тауып алады да, содан кейін өз сөзімен жауап береді. Білем, ол деп айтқаным, не айтқым келгенін түсінесің ғой. Сонымен, мен дан сендерге қоятын сұрақ ойлап табуын сұрадым. Яғни, Рики Джервейсқа стендап бойынша мастер класс сұрағы қандай болар еді деп тапсырма бердім. Яғни, мен оған бұл сұрақ өнер мен шеберлік туралы болу керек екенін білдірдім. Бір секундтың ішінде ол мынадай сұрақ қойды. Қоғамдық нормаларды өзгертуі мүмкін арандатушы материалдар жазу кезінде аудиторияны өзіңнен алшақтатып алмай, керісінше, оларды қызықтырып, өзіңе тарта білуді қалай теңестіресің? Әсіресе сезімтал тақырыптарға келгенде, сосын бұл сұрақтың неге осылай қойылғанын түсіндіреді. Бұл сұрақ Джервейстің мен секілді спешілдерінде байқалатын шекара бұзатын әзілдеріне сүйенеді, және оның аудиториямен байланысы мен комедиялық жеткізу тәсіліне қатысты. Көзқарасын білуге жол ашады. Осының бәрін ол бір секундта жасады. Бұл ақылға қонымсыз нәрсе.